Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, құрметті ата-аналар. Біз бүгін кешеден бері осы әлеуметтік желіде қозғалып жатқан жатақхананың бағасына байланысты мәселеге байланысты нүкте қою үшін арнайы тікелей эфир жасап отырмыз. Менің аты жөнім Асқар Әбдуалиұлы Тұрғанбаев. Осы әлеуметтік мәдени мәселелерге байланысты вице-ректормын. Енді бүгін таңертең біздің ресми сайтымызда және әлеуметтік желілерде нақты бекітілген баға туралы ақпарат жарияланды. Ол ақпаратты қазір мен бірінші сол ақпаратты сіздерге оқып шығайын, содан кейін осыған байланысты келген сұрақтарға жауап берейін. Ортасында сұрақтарыңыз болса, Инстаграмға жазасыздар, Фейсбукқа жазасыздар, сол жерден сұрақтарыңызды көріп отырамыз, жауап беріп отырамыз. Сонымен бүгін жарияланған бағалар, мынау әлеуметтік желілерде университеттің бағасы 100 мыңға көтерілді екен деген дақпырт шығып кетті. Ол негізі дұрыс нәрсе емес. Оның себебі мынадай: 100 мыңға бағасы көтерілген 15 ақ бөлме. Бұрын бізде осы уақытқа дейін 25-30 мың шамасында болған төлемдер. Шымкенттегі кампусымызда 35 мың. Сонда 25-35 мың арасында баға болған. Бірақ бұлардың барлығы жатақханадағы бөлмелердің жағдайына байланыссыз. 2 адамдық бөлмеде дәл сондай бағада, 3 адамдық бөлмеде дәл сондай бағада, 4 адамдық бөлмеде дәл сондай бағада болған. Жаңа жатақханадағы бағада дәл сондай болған, көне жатақханадағы бағада дәл сондай болған. Бұл неге алып келген? Бұл ең соңында осы жатақханаларды беру кезінде коррупцияның тууына алып келген. Соны саралай келіп, мынау жатақханадағы бағаларды салыстырмалы түрде әр бөлмелердің, әр жатақхананың жағдайына қарай қойылды. Бұл бекітілген жаңа тариф. Ол бойынша бірден төменнен бастайын. Түркістан қаласындағы 3-ші жатақхана төлем ақысы айына 5 мың теңге, оқу жылына 50 мың теңге. Ойлаңыздар, сіздер айына 5 мың теңгеге не ала аласыздар? Одан соң 6-шы жатақхана айына 5 мың 7 мың теңге арасында. Шымкент қаласындағы медицина факультетінің жатақханасы айына 7500 теңге, оқу жылына 75 мың теңге. Кентау ғимаратындағы жатақхана айына 5 мың теңге, оқу жылына 500 теңге, 50 мың теңге. Бірінші ерлер жатақханасы мен екінші қыздар жатақханасының бағасы 4-5 орындық бөлмелер айына 6 мың теңге, оқу жылына 60 мың теңге. 3 орындық бөлмелер айына 7500 теңге, оқу жылына 75 мың теңге. 2 орындық бөлмелер айына 9 мың теңге, оқу жылына 90 мың теңге. Ең қымбаты, ең жаңа жатақхана 5-ші жатақхана. Ол жерде 4-5 орындық бөлме айына 8 мың теңге, оқу жылына 80 мың теңге. 3 орындық бөлме айына 9 мың теңге, оқу жылына 90 мың теңге. 2 орындық бөлме айына 10 мың теңге, оқу жылына 100 мың теңге. Сонда қазір айтып тұрған мынау 100 мың теңге дегеніміз 15 ақ бөлме бар. 100 мың теңге тұратын 15 ақ бөлме бар. Осы цифрды алып, кейбір блогерлер, кейбір Инстаграм парақшасы бар адамдар жалаулатып, біздің университет осындай баға қойған сияқты пікір қалдырып жатыр. Шындығында бұл айлық баға емес, жылдық баға, біріншіден. Екіншіден, 100 мың тұратын бөлменің саны 15 ақ бөлме. Сондықтан бұндай жаңағы жалған ақпараттарды бекерге жалаулатып,
бос әуре қылудың қажеті жоқ, біріншіден. Екіншіден, қазіргі республика бойынша жатақханалардың төлем ақысын алатын болсақ, біздің университеттегі жатақхананың төлем ақысы ең төмендерінің бірі. Дәл осы күйінде, осы көтерілген бағасының өзі, жаңа 60-50 мың бір жылдығы, айына 6 мың, 5 мың қазіргі баға республика бойынша ең төменгі бағалардың бірі. Сондықтан бұл туралы әңгіме қылу, бұны біз жаңағы ата-аналардың қалтасына түскен сияқты қылып көрсету біздің ойымызша дұрыс емес деп есептейміз. Енді қазір мінекей сұрақтарға көшсек. Адам басына жаңа бағалардың барлығы әрбір студентке қойылатын баға. Оны енді айтып жазып кеттік. Ол түсінікті болу керек. Әркім өзі төлейтін бағасы. Бұлардың барлығы мынау коррупцияны тыю үшін бұрын жаңағы қазіргі жүйе бойынша, Ақкүн жүйесі бойынша жаңа жүйе жасалады. Жатақханаға өтініш беру жаңа жүйемен жұмыс істейді. Бұл онлайн болады. Сол онлайн болған кезде сіздер өтініштеріңізді бересіздер. Сол өтініш бойынша комиссия қарап, кімге жатақхана беріледі, кімге берілмейді, комиссия шешеді. Содан кейін, комиссияның шешімінен кейін бөлмелерді беру процесі басталады. Сөйтіп, ең соңында сіздерге әр студентке әркімнің өзінің электрондық адресіне қандай бөлмеде жататыныңыз туралы, немесе сізге жатақхана берілгені, берілмегені туралы ақпарат барады. Сондықтан ата-аналарға ескерту, студенттің өздеріне ескерту. Қазірден бастап біз кеше жаңағы университеттің сайтында жарияладық. Бұл мәселелердің осы күнге дейін келуінің бір-ақ себебі бар. Мынау еліміздегі пандемияға байланысты министерствоның, біздің министрліктің, білім және ғылым министрлігінің шешімдеріне байланысты, мынау санитарлық нормаларды сақтауға байланысты шешімдердің барлығы кеш шығып жатыр. Соған байланысты біз ақпаратты кеш беріп жатырмыз. Бірақ өздеріңіз білесіздер, алғашқы 2-ші, 3-ші, 4-ші курстың сабағы, дәрістері офлайн 6-ші қыркүйек күні басталады. Біздің 6-ші қыркүйекке дейін аталған курстарға жатақхана беріп болуымызға уақытымыз бар. Одан соң 1-ші курс 13-ші қыркүйекте басталады. Оған да уақытымыз бар. Бірақ кейбір ата-аналар, кейбір студенттер 1 апта, 2 апта бұрын келіп алып, осы жатақханаға қатысты бөлімдердің мазасын алып жатыр. Ол негізі дұрыс емес. Осыны біз сайтта да басқа жерде де көрсетіп жаздық. Ата-аналарға алдын ала 1 апта, 2 апта бұрын келіп жатудың қажеті жоқ. Сіздерге 31 август күні, 31 тамыз күні жатақхана 2-ші, 3-ші, 4-ші курстарға жатақхана беру процесі басталған кезде, сол күн 1-2 күннің ішінде сіздерге бәріңізге хабар барады. Нақты өтініш бергеннен кейін сол өтініштің жауабы сіздерге барады. Сондықтан сіздер 6-сында сабақ басталатын болса, сіздер 5-інде немесе 4-інде келіп жатақханаға орналаса аласыздар. Одан ерте келіп қажеті жоқ. Өткен себебі осындай жаңағы ақпараттың аздығын пайдаланып, немесе бұрыннан қалыптасып қалған кейбір мәселелерді пайдаланып, кейбір адамдар жатақханаға мен орналастырамын, мен жатақхананың комендантымын, немесе мен жатақханаға әсер ете аламын, немесе біреуді танимын деген сияқты жалған алаяқтар осы жерде кейбір балалардан, кейбір студенттерден ақша жинап, соның соңында қазір алды істі болып жатыр. Осы жақын уақытта ғана, міне күні кеше осыған байланысты іс қозғалып жатыр.
Сондықтан абай болыңыздар, әркімге сенбеңіздер. Біз ресми ақпаратты университеттің ресми сайтынан беріп отырамыз. Сол айтылған күндерде ғана сіздер өтініш бересіздер. Өтініштеріңіз әр өтініш бергеннен кейін 2 күннің ішінде сіздерге жауабы барады. Сондықтан алдын ала сіздер 6 қыркүйек басталмай келмей тұрып, сіздер алдын ала кім жатақхана ала алады, кім жатақхана ала алмайды, оны алдын ала білетін боласыздар. Енді мынандай бір сұрақтар келген. Кешеден бергі әлеуметтік желіде жазылып жатқан ненің көбісі жаңағы бағасы қатты аспандап кеткен деген сияқты, неге бұлай болған, себебі не деген сияқты мәселелер айтылып жатыр. Шынына келген кезде жаңа бағаны көрдіңіздер, сайттан көрдіңіздер. Баға бұлай қараған кезде ондай қатты шарықтаған баға жоқ. Баға нарықтың заңына сәйкес жасалып жатқан нәрсе. Енді осы жатақхананың бағасы неге көтерілді деген мәселеге келейік. Ол мәселеге келсек, сіздер білесіздер, әрбір жатақхананың сол жатақхананың ұстап тұру құны болады, қызмет көрсету құны деген болады. Эксплуатация дейді оны орысша. Сол қызмет көрсету құны жатақхананың қазіргі біздің белгілеген бағамыздан да жоғары. Неге? Себебі жатақхананы білесіздер, оның суы бар, жаңағы электр жүйесі бар, энергиясы бар. Одан бөлек әрбір үйлерден шығарылатын мусор сияқты ол жерден де мусор шығару керек. Одан соң ол жерде қаншама адамдар, кезекші, еден жуушы, комендант, бүкіл жұмысшылар айлығы төлену керек. Ол жерге тәрбиешілер, қаншама бір жатақхананың ондаған штаты болады. Солардың барлығына айлық төлену керек. Одан бөлек жатақханаға әр жыл жөндеу жүргізілу керек. Солардың барлығын құнын есептеген кезде осы қазіргі белгілеген бағамыздың өзі жатақхананы ақтамайды. Қалғанын біз университеттің қаржысынан, қосымша қаржысынан дотация жасаймыз. Сондықтан біз осы бағаны көтеру туралы шешімнің себебі сол. Оның себебі Түркістанның облыс болуына да ешқандай қатысы жоқ. Басқа да себептерге ешқандай қатысы жоқ. Бұл тікелей жатақхананың өзін өзі ақтауына байланысты жасалған нәрсе. Дәл қазіргі бағаның өзі жатақхананы толық ақтамайды. Біз тағы да дотация жасаймыз бұның үстіне. Так, енді сол бірінші сұрақ бағаны көтеруге не себеп болды деген екен. Оған мен сұрақтарыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Сосын жатақханалардың бағасында неге айырмашылықтар бар дейді. Мен айырмашылықтарды жаңа түсіндірдім. Айырмашылықтардың болу себебі әр жатақхананың жағдайы әртүрлі. Кейбір жерлерде әлі баяғы кеңес кезеңіндегі жатақханалар бар біздің балансымызда. Ол жатақханаларда мысалға душ пенен туалет ортақ. Сондықтан олардың бағасы төмен. Ал енді секционный дегеніміз, бір секция туалеті, ішінде барлық тамақ істейтін жағдайы бар жерлер, бұлардың бағасы сәл жоғары. Бірақ студент көтере алмайтындай ауыр баға емес. Тағы бір сұрақ келіпті. Төлемақыны бөліп төлеуге бола ма? Әлде толық төлеу керек пе дейді. Бұрын мынау баға көтерілгеннен кейін мынандай шешім қабылдадық. Бұрын жылдың басында бір рет төленген бағалар. Қазір алғашқы семестрге бір рет, екінші семестрге екінші рет төлеуге, бөліп төлеуге, яғни 2 рет бөліп төлеуге рұқсат беріледі, бірақ ай сайын бөліп төлеуге рұқсат берілмейді. Жатақханадағы ыстық су, жуыну, қыста бөлмелердің жылы болмауы, тоңазытқыш, газ плита мәселелері реттелеме депті. Бұлардың бәрі реттеледі. Қазір білесіздер,
біздің өткен жылдан бастап жатақханалардың барлығы газбен жылытатын жүйеге көшті. Сондықтан газ, жаңа табиғи газға байланысты қазір бізде проблема жоқ. Ол мәселелер шешіледі. Тағы да жатақхана бағасын Түркістан үшін қымбат, Алматы мен Нұр-Сұлтанмен салыстыруға келмейді депті. Біз Алматы мен Нұр-Сұлтанмен салыстырып отырған жоқпыз. Егер Алматы мен Нұр-Сұлтанмен салыстыратын болсақ, сіздер өздеріңіз жаңағы Фейсбукта, Инстаграмда жазылған шыққан хабарлардың астындағы комментарийларды оқыңыздар. Сол жерде жазып жатыр Алматыдан студенттер. Мысал үшін бір студент жазыпты. Бір университетте бір айлық жатақхананың бағасы 60 мың деп жазыпты. Сіздер неге ренжіп жатсыздар? Бізде бір айлық баға 5 мыңға көтерілді. 5 мыңға. 5 мыңға сіздер егер қазір бір анау жатақханада көп жағдай болады. Әсіресе мынау су құйғыш бар ғой, мынау смеситель дейтініміз. Смеситель кейде сол неге байланысты, су жүйесіне байланысты құралдардың барлығын студенттердің өздері бұзады, сосын олар төлемейді. Мысал үшін сол бір су құйғыштың бағасы бұлай орташа бағасы 5 мыңнан жоғары. Сіздер оны бір айлығын ғана төлейсіздер. Бір айлық тұруға төлейсіздер. Бірақ өздеріңіз бұзасыздар, өкінішке орай. Енді сондықтан біз Алматы мен Нұр-Сұлтаннан қазір біздің бағамыз, көтерген бағамыздың өзі 50 мың теңге. 50 мың теңге бір жылға, айына 5 мың теңге. Бұл баға Алматы мен Нұр-Сұлтанмен салыстырған кезде қазірдің өзінде 5 есе төмен. 5 есе. Орташа Алматы мен Нұр-Сұлтанның бағасынан 5 есе төмен. Мен ойлаймын, Түркістан облысының халқының тұрмыстық дәрежесі Алматы мен Нұр-Сұлтаннан 5 есе төмен емес. Жатақханаға онлайн өтініш берген кезде өзімізге ыңғайлы бағаны бөлмені таңдауға болама депсіздер. Өкінішке орай ондай мүмкіндігіміз жоқ. Себебі жалпы біздің Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің жатақханамен қамту деңгейі, студенттерді қамту деңгейі 50%-ға жетпейді. Яғни сұранысқа біз жауап бере алмай жатырмыз. Өкінішке орай солай. Бұл енді қазіргі басшылықтың кінәсі емес, себебі біздің жаңа басшылықтың келгеніне 5 ай болды. 5 айдың ішінде бұл жатақхана салып тастау мүмкіншілігіміз жоқ. Бірақ кешегі тікелей эфирде Жанар Амангелдіқызы, біздің ректорымыз айтты. Жаңа жатақхана мәселесі сөйлесіліп, қазір құжаттама мәселесі жасалып жатыр. Келесі жылға Құдай қаласа жаңа жатақхана 1500 орындық жатақхана салынады деген үмітіміз бар. Ондай болып жатса біз бір 70% жатақханамен жұртты қамти алатын дәрежеге келеміз. Бірақ әзірше біз 50%-ға жетпейді біздің қамтитын деңгейіміз. Сондықтан күні кеше біз жатақханаға байланысты тағы жиналыс жасап, декан орынбасарларымен ақылдасып, мынандай шешімге келдік. Осыған байланысты сұрақ болып жатыр. Төртінші, біздің қазіргі биылғы жалпы жатақханаға беру жағдайы басқа жылғылардан өте өзгеше болып тұр. Оның себебі бізде оқу процесі басқаша басталып тұр. Өздеріңіз білесіздер, бұрын 1-ші қыркүйек күні барлық курстарға бірдей оқу процесі басталатын. Сол оқу процесі басталған кезде соның алдында біз бір апта бұрын жатақхананы 1-ші курсқа там бастап беретінбіз. Әр уақытта, әр жылы 1-ші курс 1-ші алат жатақхананы. Солай болатын. Өкінішке орай биыл 1-ші курс 13-ші қыркүйекте келеді, 2-ші, 3-ші, 4-ші курс 6-ші қыркүйекте келеді. Сондықтан
біз бірінші курсты қамтамасыз жетпей жатырып, жоғарғы курстарға жатақхананы беру жағдайында қалдық. Осыған байланысты мынандай шешім алдық. Әзірге 4-ші курс үшін, 4-ші курс және медицина факультетіндегі 5-ші курстар үшін әзірге 1-ші курсты қамтамасыз етіп болмай, яғни қыркүйек айының 15-іне дейін 4-ші курстарға жатақхана берілмейді. 4-ші курсы 5-ші курстарға берілмейді. Соны ата-аналар қазірден бастап ескерсін. 4-ші курстың ішінде тек қана шетелдіктерге, жетімдерге, мүгедектерге ғана, яғни мүмкіндігі шектеулі адамдарға ғана жатақхана беріледі. Ал қалған кісілерге 4-ші курс, 1-ші курсты қамтамасыз етіп бола алмай, біз жатақхана бере алмаймыз. Тағы бір мәселе. 1-ші курсқа біз қазір 1-ші курс туралы неге бұны жасап отырмыз? Себебі біз 1-ші курс туралы толық ақпаратымыз әлі қолымызда жоқ. Себебі университетке қабылдау, өздеріңіз білесіздер, биыл 28-ші тамызға дейін жалғасады. Ең соңғы күн 28 күні. Одан кейін университетке түсу туралы бұйрық шығады. Университетке түсу туралы бұйрық шықпай, біз 1-ші курс туралы ешқандай ақпаратты Ақкүн ақпараттық жүйесіне тіркей алмаймыз. Сондықтан біз әуелі 2-ші, 3-ші курсқа береміз жатақхананы. Содан кейін 31-ші тамыздан 6-ші қыркүйекке дейін 2-ші, 3-ші курсқа береміз. Сосын 13-ші қыркүйекке дейін, яғни 6-ші қыркүйектен 10-ші қыркүйекке дейін 1-ші курсқа береміз. Бәрін қамтамасыз етіп болғасын 15-ші қыркүйектен бастап 4-ші курс үшін артылған орындар болса, онда белгілі бір квотамен факультеттерге бөлеміз. Сол естеріңізде болсын. Тағы бір нәрсе жазыпты. Біз мынау бөлмені таңдай аламыз ба? 2 адамдық бөлмелерге жата аламыз ба? Оларға біз тапсырыс бере аламыз ба деген бір сұрақтар бар. Оған байланысты біз бөлмені таңдауды студентке бермейміз. Өткен себебі мынадай. Жаңа айтқан 2 адамдық бөлме өте аз саны. Осының алдында айттым. 100 мың тұратын 2 адамдық бөлмелердің барлық саны 15 ақ бөлме. Ол 15 бөлме. Егер оны біз студенттердің таңдауына салсақ, Құдайға шүкір қазір жағдайы бар студенттер бар, айына 10 мың теңге жатақханаға төлей алатын. Ол кезде оның арасынан біз бұндай мәселе шеше алмаймыз. Сондықтан комиссия отырып, осы кісілерді, осы орындарды кімге бөлу керек екенін шешеді. Енді біздің ойымыз бойынша, мынау кейбір бізде активист студенттер бар, белсенді студенттер. Соларға, сосын бұл жерде GPI-ның жоғарылығына да, GPI-ға да қарауымыз керек. Сосын кейбір мүгедек студенттер бар, бізде оқып жатқан, санаулы болса да, мүмкіндігі шектеулі студенттер бар. Олардың жанында бір өзі тұру керек, олар жанында бір өзінің күтушісі тұру керек. Сондай студенттерге беріледі бұл 15 бөлме. Тағы бір сұрақ жазыпты. Бөлмені автоматты түрде бір-бірін танымайтын, тіпті кей жағдайда бірін-бірі ұнатпайтын студенттер бір бөлмеге түсіп қалуы мүмкін. Бұл тыныштыққа әсер етеді. Осындай жағдайда не істейміз депті. Бөлмені жаңа айттық. Бөлмені таңдауда сіздер енді барлығыңызға жаңағы жатақхана берілетіні туралы хабар барғаннан кейін сіздер кураторларыңызға жазасыздар. Кім кіммен тұрғысы келеді. Біз ол мәліметті декан орынбасарынан аламыз. Сөйтіп декан орынбасарынан алып, сол арқылы тырысуға, барлығыңыздың көңіліңізді табуға тырысамыз. Бірақ әрине көпшілік болған жерде
жұрттың бәрінің көңілін табу мүмкін емес. Егер қажеттілік болып жатса, жатақханаға кіріп алғаннан кейін де ауысуға мүмкіндік береміз. Барлығына бірдей емес, әрине. Жаңағы мүмкін болғанша әуелі өзіміз қолымыздан келгенше бұны декан орынбасарларымен, кураторлармен ақылдасып реттейміз. Реттей алмасақ, өздеріңізге осы жаққа келіп жатақхана тұрғаннан кейін 1-2 күннің ішінде оны реттейміз. Тағы бір сұрақ кепті. Вакцинаның 2 компонентін алып үлгермеген шетелдік студенттер жатақхана алғанымен кеш келуі мүмкін. Сонда бөлмеде тұрмаған уақыт үшін де ақы төлеуі тиіс пе депті. Жалпы вакцинаға байланысты. Вакцина жатақханаға кіру 2 ашық жүйесі арқылы көк және жасыл статусы барлар, мәртебесі барлар ғана кіре алады. Ол не деген сөз? Жасыл статусты өздеріңіз білесіздер, толық вакцина салдырғандар. Ал көк статусы барлар, ол бір компонентін салдырғандар, немесе салдырмағандар. Бірақ ауырмағандар, ПЦР тесттері жаңағы положительный шықпағандар, яғни ауырмаған балалар, ешқандай вирус болмаған адамдар ғана кіре алады жатақханаға, вакцинаға байланысты. Енді егер шетелдік студент вакцинаның бір компонентін өзінің елінде салып, осында келетін болса, дәл сондай вакцина осы жерде болса, осы жерден салдырылады. Бір компоненті болса, жатақханаға кіре алады. Бұнда бұл жерде ешқандай көп мәселе жоқ. Ал оқу төлемақы айдың қай мезгілінде келсе де, қай күні келсе де, сол айға төленеді төлемақы. Мысалы, айталық сентябрьдің сіз 15-інде келсеңіз де, ол сентябрь айына сіз төлемақы төлейсіз. 5.000-ды біз күнге бөле алмаймыз. Көп балалы аз қамтылған отбасылардан шыққан студенттерге жеңілдік қарастырылған ба дейді. Бізге осы уақытқа дейін жатақханаға тұрушылардың ережесі бойынша біз жетім балаларға, тұл жетім балаларға жатақхана беріледі. Олардың тізімі қазірдің көзінде қолымызда бар. Енді жаңа 1-ші курс үшін білмейміз, бірақ 2-ші, 3-ші, 4-ші курстікі бар. Оларға жатақхана беріледі. Ал басқа әлеуметтік көп балалы жағдай, аз қамтылған отбасылар, ол жеке-жеке қаралады. Көп балалы дегенге, егер шынына келсек, Түркістан өңірінде көп балалы қазіргі нормативпен есептегенде көп балалы емес семьялар аз. Сондықтан біз бұл мәселені жатақханадағы орынымызға қараймыз. Қанша орын бар, соған байланысты болады барлығы. Енді мынау айтыпты, логин парол қашан жіберіледі деп. Студенттерге жаңағы Ақкүн системасына логин парол қашан жіберіледі? Ол 31 күні сіздерге жіберіледі. 31 күніге дейін жіберіледі. Біз Ақкүн ақпараттық жүйесін ертең тест жасап көреміз бірінші рет. Бұған дейін де тест жасалған, жұмыс істеп тұр, ешқандай көп мәселесі жоқ. Сондықтан бұл жерде ешқандай проблема шықпау керек деп ойлаймыз. Тағы да қайталап айтам. Бұл жатақхана беру процесінің барлығы онлайн, электронды түрде өтетіндіктен, бірінші, сіздердің Түркістанға келіп, 1 апта, 2 апта бұрын жатуға қажеттіліктеріңіз жоқ. Үйіңізден кіріп онлайн өтініш бере аласыздар. Сосын сол өтініштің жауабын ала аласыздар. Екіншіден, ана жерде бір танысым бар, мына жерде бір танысым бар, немесе жаңағы осы жатақханаға қатысы бар адамдарды танимын деп, босқа біреулерге ақша беріп, біреулерге пара ұсынып, біреулерге таныс салудың қажеті жоқ. Өткен себебі оның бәрі өтпейді, ондай нәрсе болмайды. Бұл комиссионы шешілетін мәселе, барлығын экранда көріп отырамыз. Сіздер биылғы жылы квотаның, Түркия квотасының қалай берілгенін көрдіңіздер.
көз алдарыңызда барлығы ашық, барлығы бал бойынша берілді. Дәл сол сияқты сіздердің жүктеген құжаттарыңызға байланысты, сол құжаттардың рас өтірігіне байланысты комиссия қарап, шешіп сіздерге жауабын жібереді. Жатақханада ыстық су, тоңазытқыш, плита бар ма? Мысал үшін 6-шы жатақханада жоқ дейді. 6-шы жатақханада енді біз қазір оны қамтамасыз етуге тырысып жатырмыз. Бірақ биыл жыл басталды ғой, жыл басталған кезде бұл мәселелердің бәрін басшылықтың алдына қоямыз. 6-шы жатақханада плита жоқ па? Бытовкада бар ғой, ортада бытовкада бар, өткенде ғана көріп қайттық. 6-шы жатақханада меніңше бар. Енді жиһаз ауысқан ба дейді. Рас, жатақханадағы жиһаздардың халі жақсы емес, нашар жиһаздар. Оның бәрін біз білеміз. Бірақ осы жасап жатқан тірлігіміздің барлығы, мынау бағаны көтеру, тәртіпті жөндеу, коррупцияны тыю деген мәселелердің барлығы осы жатақханада жиһаздарын ауыстыру, дұрыс жөндеу жүргізу, осыған қажет болғаннан кейін жасалып жатыр. Барлық мәселе білесіздер қаржыға тіреледі. Біз келгеннен кейін осы қалай осы мәселені шешеміз деп ақылдасқанда, осы бір жолы ең бірінші жатақхананы дотациядан шығару. Екінші жатақханаға дұрыс капитальный ремонт дейміз ғой енді. Дұрыс ремонт жүргізу. Жыл сайын, жылдар бойы жатақханаға ремонт, жаңағы текущий ремонт жасалған, ағымдағы жөндеу жасалған. Ол ағымдағы жөндеудің барлығы ол азғантай ақшамен жасалатын жұмыс. Ол ағымдағы жөндеу жатақхананың мәселесін шешпейді. Сондықтан келесі жылдан бастап капитальный жөндеу, толық жөндеу жұмыстарын кезек-кезегімен жатақханаларды қоямыз. Сол үшін осы жұмыстардың бәрі жасалып жатыр. Сол үшін осы баға көтеріліп жатыр. Өйтпесек біз жатақхананы дәл осы күйінде көз жұмып жүре беруге тура келеді. Дәл осы тұрғанда жиһаздары әлі ауысқан жоқ, бірақ біз қазіргі университеттің мүмкіндігіне қарай кез келген уақытта, күзде, қыста, көктемде, жазда ауыстыруымыз мүмкін. Филология факультетінің жатақханасының жағдайы жақсарған ба деп сұрақ қойыпты. Филология факультетінің жатақханасының жағдайы басқа жатақханаларға қарағанда өте жақсы. Біз көріп келдік. Ағымдағы жөндеу жасалған. Төсектері бәрі дұрыс. Әсіресе 2-ші, 3-ші, 4-ші этаждағы, қабаттағы бөлмелердің барлығы таза, жақсы. Ол филология факультетінде үлкен проблема бар деп ойламаймын. Айына бөліп төлеуге болады ма деп сұрақ қойыпты. Өкінішке орай айына бөліп төлеуге рұқсат бере алмаймыз. Бір семестрге, яғни 5 айға бір төлейсіздер, сосын 2-ші семестрде 2-ші 5 айға төлейсіздер. Басқа тағы қандай сұрақтар бар? Жатақханалардың нөмірлері бойынша қалай орналасатын жайлы ақпарат бар ма? Жатақханадағы орындар әр факультеттерге студенттердің санына қарай бөлініп қойылған программаға енгізілген бе дейді. Жатақханалардың нөмірлері бойынша сіздерге қазір ақпарат бере алмаймыз. Орналасқаннан кейін сіздерге мына қай нөмірге кімдер жататын туралы жаңа айттым ғой, әр факультеттің декан орынбасарларымен, декандарымен және кураторларымен ақылдасамыз. Соған қарай кіммен жатады деген мәселені шешеміз. Ол аса қиын шаруа емес деп есептеймін. Егер сізге жатақханаға тұру құқығы берілсе, ол проблема шешілетін мәселе. Одан кейін
интернет қалай болады дейді. Wi-Fi қойылған ба? Wi-Fi жұмыс істейді. Егер оған байланысты бір шағымдарыңыз болса, жатақханаға тұрғаннан кейін, ол мәселе шешілмейтін мәселе емес, шешеміз ол мәселені. Жатақханада өзіміз қалаған балдармен бірге жатуға бола ма? Енді оны мен сіздерге жауап бердім. Ол туралы кураторларыңызға жазыңыздар. Біз сіздердің қалауларыңызды ескеруге тырысамыз. Бірақ барлық адамның айтқанын орындаймыз деген сөз емес ол. Шымкенттегі общага туралы айтсаңыз дейді. Шымкенттегі общага туралы бұдан бөлек тағы бір не келіпті. Шымкентте осындай бізден Шымкенттің жатақханасында студенттерден ремонтқа деп ақша жиналады деген бір кісі хат жазыпты маған. Бұл мәселені біз тексереміз. Жатақханада ремонтқа, жөндеу жұмысына ешқашан студенттен ақша жиналмайды. Егер осындай жағдай болған болса, бұл қылмыстық іске жатады. Біз бұны арнайы тексереміз, бұл хатқа байланысты. Екінші жатақханада 2 адамдық жай бөлмелерде 90 мың теңге ме, немесе арнайы люкс 2 адамдық бөлме 90 мың теңге ме дейді. Бұл жаңағы бір жылға 90 мың теңге дегеніміз екінші жатақханадағы. Бұл бұрын сіздер люкс деп келген бөлмелер. Люкс деген бөлме, негізі люкс деген жатақханаға бұндай термин қолданылмау керек. Сондықтан біз анау кеше берген ақпараттардың бәрінде 2 адамдық, 3 адамдық, және 4-5 адамдық деп бөлдік. Бұрынғы люкс дедіңіз бөлмелер, негізі ол 1-ші сыныпта, 2-ші сыныпта, 3-ші сыныпта деп бөліну керек. Бұл енді жатақхана қонақ үй емес қой, люкс бөлме деген болмайды бұл жерде. Сондықтан сол бөлмелер айына 9 мың, бір жылға 90 мың. Бір жыл дегеніміз оқу жылы. Себебі бір жылда 12 ай бар, оқу жылында 10 ай бар. Әр семестрде 5 ай бар. Сондықтан 90 мың теңге 10 айға. Айына 9 мың теңге. Олардың саны шектеулі, өте аз. Екінші жатақхана, бірінші жатақханада бар, және 5-ші жатақханада бар. Оны мен сіздерге айттым, саны шектеулі. Сол үшін бағасы жоғары. Олардың енді условиясы да басқаларына қарағанда жақсы. Тағы қандай басқа нелер бар? Сұрақтар бар. Одан бөлек әртүрлі пікірлер келген. Әртүрлі пікірлер келген. Бұлай жазыпты. Біреу. Ішкі мебельдер мәселесін жазыпты. Рас, мебельдеріміз нашар. Бірақ біртіндеп өзгертеміз. Оны өзгерту үшін де қаржы керек. Бұл кісілердің көбісі маған кейбір келген нелерде бір нәрсені түсінбей қалған. Көп пікірлер, әлеуметтік желіде жазылған пікірлердің көбісі мынаған қатысты. 100 мың деген көп қой, айына деп келеді. Айына 100 мың емес. Айына 5 мың менен 10 мың арасы. Айына. Бұл баға республика бойынша ең төменгі бағалардың бірі. Жаңа қазір ғана айттық оны. Сондықтан біреу жазып жатыр қазір. Ыстық су бола ма деп. Ыстық су болады. Біз қазір жаңағы газбен жылытатын жүйемен жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан ол ыстық су көп үлкен мәселе болмайды деп ойлаймын.
Тағы қандай сұрақтар бар екен? Сұрақ болмаса, қазір енді 42 минут сөйлеппіз. Түркия квотасында қызым оқиды. Ағылшын тілі мұғалімі енді бірінші курста болады дейді. Өтінішті қалай беруге болады? Оқиды деген анықтаманы алуға бола ма дейді. Бұл шамасы бұл кісі бірінші курсқа Түркия квотасына түскен сияқты. Ағылшын тілі мұғалімі мамандығына. Өтінішті қалай беруге болады деп. Оның бәрін біз ресми сайтта жаздық. Бірінші курс үшін 6 қыркүйектен басталады жатақханаға өтініш беру. Сөйтіп, ол 13 қыркүйекке дейін жалғасады. Осы аралықта сіздердің әрбір бірінші курстан жаңағы студенттеріне өздеріңізге хабарлама барады, сіздерге жатақхана тиесілі ма, тиесілі емес па. Сосын ары қарай бөлмелеріңізді анықтап береміз. Келіп, 2 күн қалғанда, 1 күн қалғанда келіп орналаса бересіздер. Аса қиын шаруа емес. Оқиды деген анықтаманы алуға бола ма дейді. Оқиды деген анықтаманы студент болды деген бұйрық шықпай ала алмайсыз. Оны тек сізді бірінші курстың студенті деп қабылдаған бұйрық шыққаннан кейін ғана аласыз. Егер басқа да сұрақтар болмаса, мынау бір кісі жазыпты, сонда октябрьде бару керек ғой деп. Октябрьде келетіндер ол бірінші курстың дайындық курсы. Дайындық курсының жатақханасы Кентау қаласында. Сондықтан ол жерде үлкен мәселе жоқ. Сіздерге жаңағы айтқан бір апта бұрын 4 қазан күні дайындық курсында сабақ басталады. Содан бір апта бұрын, яғни 29 қыркүйектен бастап сіздер өтініш бере аласыздар. Сол өтініштеріңіз бойынша Кентау қаласындағы жатақханаға орналастырамыз. Кентаудағы жатақхана туралы айтыңызшы дейді. Кентаудағы жатақхана қазір ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Енді осы жақын күндері ол жердің шатыры алмастырылады жаңадан төбесіне. Енді келгелі бері осы жаңа басшылық келгелі бері жылдап шешілмеген кейбір мәселелер шешіліп жатыр. Мәселен, бірінші, екінші жатақхана. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Бірінші, екінші жатақхананың төбесінен жыл сайын су кетеді. Төмен қарай су ағады. Қар еріген кезде, жаңбыр жауған кезде су ағады. Осы мәселе жылдар бойы шешілмей келді. Биыл бірінші, екінші жатақхананың және Тұран жатақханасының, жанұялық жатақханасының төбесі түгелдей жаңа материалмен жабылып жатыр. Қазір бірінші жатақхананы, ерлер жатақханасын жауып бітті. Енді екінші жатақхана менен Тұран жанұялық жатақханасының төбесін жабады. Сөйтіп, ол сіздерге енді төбелеріңізден су тамбайтын болады. Ішке қарай қардың суы ақпайтын болады, жаңбырдың суы ақпайтын болады. Ол ең бірінші келесі жолғы біздің жөндеу жұмыстарымыздың оңайлауына әсер етеді. Құдай қаласа, келесі оқу жылында, осы биылғы оқу жылы біткеннен кейін осы немесе бірінші, немесе екінші жатақхананы, осы екі жатақхананың біреуін жаңа капитальный ремонтқа қоямыз ба деген үмітіміз бар, жоспарымыз бар. Кентаудағы жатақханың жағдайы, әрине жатақханалардың барлығы тозығы жеткен, көне жатақханалар, шынына келген кезде. Бұл бір күнде шешілетін мәселе емес. Қазіргі басшылықтың да бұл жерде ешқандай несі жоқ. Бұған дейінгі болған басшылықтар әрине осы мәселемен айналысу керек еді. Бірақ өкінішке орай жатақхана саны жетпейді бізде балаларды орналастыруға. Екіншіден, жатақханалардың ішкі жағдайы
аса қатты жақсы емес. Оны бәріміз білеміз. Қазіргі жұмысымыздың барлығы осы бағытта жүріп жатыр. Биыл жаңа айтқандай 3 жатақхананың шатырына түгел ауыстырылып жатыр. Жаңа айтқан бірінші, екінші жатақхана және Кентаудағы жатақхананың шатыры ауыстырылып жатыр. Сондықтан бұл біраз мәселені шешеді. Сосын енді келесі жылдан бастап ішкі ремонттарына, ішкі несіне кірісеміз, жөндеулеріне кірісеміз. Қазірдің өзінде Кентаудағы жатақханада ағымдық жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оқу жылына дайын, сондықтан қатты уайым қылмасаңыздар болады. Жатақханада қандай мәселе дейді? Әлімжеттік мәселесі болмай ма дейді. Өте дұрыс сұрақ. Енді басқа университеттерден айырмашылығымыз біздің Қазақстандағы. Бұл жерде ер балдар бөлек жатады, қыз балдар бөлек жатады. Одан кейін ылғи ер бала бөлек жатқаннан кейін олардың ортасында бір әлімжеттік төбелестер болады. Оның барлығы сол жатақханада жатқан студенттердің ішкі хал ахуалына байланысты нәрсе. Соған байланысты бізде қазір тәрбиешілер деген штаттар бар, тәрбиешілер бар. Әсіресе елдер жатақханасында 2 тәрбиеші бірдей жұмыс істейді. Қазір біз осы мәселеменен жалпы жатақханаларда тек қана тәрбиеші жауап бермеу керек. Біздің ойымызша студенттік актив, студенттер де белсенді болу керек. Сондықтан студенттік кеңес деген бар, сақшы деген бар. Соларды қайтадан жандандыруымыз керек. Жалпы жатақханадағы студенттермен жұмыс істеу мәселесін жақсы жолға түсіруіміз керек. Жақсы жолға қоюымыз керек. Бұған әрине біріншіден студенттердің көмегі керек. Бұл әлімжеттік, бірін-бірі ұлтқа бөліну, курсқа бөліну деген мәселелердің бәрін жою үшін біріншіден студенттердің өздерінің де белсенділігі керек. Басқа сұрақтар болмаса, осымен доғырайық, бір 50 минут сөйледік. Қандай сұрақ бар? Бір сұрақ келді қазір ғана. Жатақханаға деп ақша беріп қойған ағайды не істейміз дейді. Сіздің қай ағайды айтып отқаныңызды білмеймін, ондай ақпаратыңыз болса бізге тікелей беріңіз. Қазір анау жатақханаға байланысты сайтымызда және Instagram парақшасында телефон жарияланды, WhatsApp нөмірі жарияланды. Сол WhatsApp нөміріне жазыңыз да қандай ағайға ақша бердіңіздер. Соған байланысты біз ол ағайыңызды тауып аламыз. Жалпы жаңа айтқан ғой, ешқандай кісіге жатақхана тауып берем дегенге сеніп ақша бермеңіздер. Біз ешкімнен ақша алмаймыз, және ақша сіздердің бергендеріңізді қаламаймыз. Жалпы ақша беру мәселесінде сіздердің де кінәларыңыз бар. Себебі Қазақстанның заңы бойынша ақша алған адамда, ақша берген адамда жазаланады. Оны сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан мүмкін болса адам баласына жатақхана үшін ақша бермеңіздер. Жатақханаға төленетін ақша ресми түрде университеттің кассасына төленеді, университеттің счетына төленеді. Басқа ешбір жерге төленбейді. Басқа ешбір ақша ештеңені шешпейді. Соны түсініңіздер. Жақсы, ондай болса қош сау болыңыздар. Бұдан кейін де сіздердің қойған сұрақтарыңызға жауап беруге, жазбаша жауап беруге дайынбыз. Енді әрине күн сайын біз тікелей эфирге шығып отыратын хабардың журналисі емеспіз. Сондықтан сіздерге жиналған сұрақтардың бәріне барлығы жаңағы WhatsApp нөмірінде түскен сұрақтар, одан бөлек мынау Instagram парақшасындағы сұрақтар,
әлеуметтік желідегі, одан бөлек сайтымызға келген сұрақтар, солардың бәрін біз алып анализ жасап, қажеттілік туса тағы бір тікелей эфир жасай аламыз. Оған мүмкіндігіміз бар. Одан бөлек жазбаша түрде де жауапты жібереміз.